Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен сүзбелі пирогтың рецебін бөліскелі отырмын. Ол үшін бізге комната температурадағы сары май керек, бір жұмыртқа керек, қант керек. Үстіне ұнымызды салып, жұмсақ тесто илейміз. Ұнның үстіне бір шай қасық разрыхлительді араластырып салуды ұмытпаңыздар. Жақсылап араластырып, жұмсақ тесто илейміз. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте керемет, өте дәмді сүзбелі пирог шығады. Және де өте тез болады. Қазіргі жағдайда ауылды жерлерде, көп жерде осындай творогтар бар ғой, мал ұстап отырған кісілердің бәрінде. Тестамызды илеп қоямыз да, осы уақытта сүзбемізді аламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды салып, оның үстіне қантты салып, творогтың үстіне қантты салып, жақсылап 3 қасық сметанамызды саламыз. 20%-тік ванилин саламыз біраз, жарты шай қасықтай. Жақсылап погружной блендермен араластырамыз. Венчикпен араластырсаңыз да болады, бірақ комогы толық кетіп, біркелкі масса болғанша араластыруымыз қажет. Осы рецепт әрине сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы творогты араластырып болғаннан кейін жәнегі тестаны алып 24-тегі диаметрлі формамызға саламыз. Шет-шетін бортиктарын көтеріп, әбден жайып аламыз. Қолмен жайып аламыз. Бортигін біраз көтереміз. Сосын мен 10 минутқа оны духовкаға жіберем. Біраз сәл пісіріңкіреп алам, өйткені ортасы көтеріліп кетсе, басып қоямын шанышқымен. Үстіне вареньемді саламын. Мен малинадан қоюлау жерін салдым астына. Біраз сонда дәмі кішкентай дәмдірек болады, чем. Творогтың дәмі не болады? Тәттірек болады, жақсы. Біраз вареньемді саламын. Үстіне содан жәнегі начинкамызды құямыз. Начинкамызды құйып болғаннан кейін біркелкі бортиктен асып кетпеу керек начинка. Сосын мен холодильникте өзім замороженный малинадан біраз алып, соны бетіне салдым. Малинаны біраз мен крахмалға араластырдым. Любой крахмал, кукурузный, картофельный бола береді. Содан салып араластырып, духовкаға 180 градусқа 25-30 минутқа пісіріп алдым. Өте керемет дәмді шығады. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Алтынай.